айлық есептік көрсеткіш пен төменгі күнкөріс шегінің өзгеруіне байланысты әлеуметтік жәрдемақы тағайындалғандар сәйкесінше көбірек қаражат алады. Жаңа жылдан бастап елімізде айлық есептік көрсеткіш 7%-ға, яғни 3450 теңгеден 3692 теңгеге өседі. Осыған байланысты әлеуметтік жәрдемақылар мен бюджетке төленетін салық айыппұл мөлшері де артады. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге болады. Ал ең төменгі күнкөріс шегі енді 43407 теңгеге жетеді. Ең төменгі жалақы 85.000 теңге болмақ. Бірінші, екінші және үшінші топ мүгедектігі бар адамдар жоғары жәрдемақы алатын болады. Оның сомасы қандай болмақ? Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ерекше қажеттілігі бар адамдар